Қаладағы жаңа базарға жақын Баймағамбетов көшесінде жер үйде тұрамыз. Шағын ғана, тұйық көше. Жұмыстан ертерек үйге келсем, апам, яғни анамыз Төлеу Төремұратқызы өзінің шағын бөлмесінде дастархан жасап күтіп отыр екен. Айналайын, келе ғой, шай ішіп ал, деп жатыр. Жуынып шайынып дастархан басына жайғастым. Дастарханда күнделікті ас ауқатымыздан бөлек жұдырық басына жақын 4 шабдалы тұр. Өте әдемі, көздің жауын алады. Алыстан келген дәм болса керек, қалай ғана соғылмай бұзылмай жеткенін. Бақтан жаңа үзгендей қызыл сары реңі еріксіз көзді арбайды. Апам да ақ шәйнегін әкеліп дастархан басына жайғасты. Бұл кісінің пенсиясы келсе, базарды бір айналып, немерелеріне дейін керек жарағын алып шығатын білемін. Оның жартысын тиын күйінде майдалап, мәсісінің қонышында былғарыдан тіккен қара әмиянына сақтап, Алланың берген 10 шақты немересіне соны айдың аяғына дейін жеткізеді. Тұрақты алымшылары Қазбек жиен, Зейнолла тағы басқа. Бастауыш сыныптағы Ғайнолла деген баламыз. Біздің әжемнің ақшасы өмір таусылмайды, деп тамсанып қояды. Апам қаймақтан шай құя бастады. Әңгімені өзім бастадым. Апа, дастарханыңыз үстірленіп кетіпті. Мына жемісіңіздің аты не? Деп жатырмын апам, өзіне тән әдемі күлкісімен. Ал енді бала, осы шабдалының әңгімесін айтайын деп өзіңді күтіп отырмын. Бұл бір жатқан хикая, деп апам көңілденіп әңгімесін бастап кетті. Базарды аралап, жеміс жидек сататын жағын жағалап келе жатсам, біздің ізімізді қуып жүрген бір келісті әйел үнемі осы шабдалыны сатып тұратын көруші едім. Бүгінде орнында екен. Алмасжан аузының дәмін алсын деген оймен әлгі әйелге сөз басы болсын деп. Ауыз амандас, өзбекке тиіп алғаннан саумысың, шабдалы қаншадан? Оның жайын білмек болсаңыз, бері келіп шай ішіңіз, айтып берейін деді. Екеуміздің сәлем саулығымызда 2 ауыз сөз болды. Хан базардың ортасы. Менің де асығыс жұмысым шамалы. Айтқанына да көніп ықыласын қайтармадым. Орнына қасындағы қызды қойды да, барын алдыма жайып шайды қоюлап қойып, ал енді тыңдай беріңіз деп әңгімесін бастады. Құдай басыма бір қыз беріп, соны оқытамын деп Алматыға тасынбаймын ба? Ол қазғудың юрфагіне түсті. Әкесі заңгер еді. Қайтыс болып кеткен. Әкемнің жолын жалғаймын деп жүргені. Ал болсын деп, қатарынан қалдырмай кешегі 90-шы жылдың қиын қыстауында жинаған бар қорымды сол қыздың оқуына, жүруіне, тұруына жұмсап болдым. Өзі ерке шолжаңдау, не кем, не шем демей өскен қыз. Мені аяған жоқ, мен де тартынбадым. Әкесі болса өлді. Осы қыздан басқа кімім бар? Тәуекел, қатарынан қалмасын, әкем болғанда ғой деп көңіліне алмасын. Қолына дипломын алып қызметіне тұрып, теңін тауып ел болып кетсе болар деп жүрмін. Облыстағы әкесінің заң орындарындағы достары да қуанып, практикасын өздеріне өткеріп, болашақ орында дайындап көмектесіп жатыр. Көз көрген жандар, әйелдер жағы Динара сұлу болып бой жетті. Өзі ақылды, оқыды, тоқыды, бізде ұл бар, құда түсеміз деп жатыр оларға. Тапқаным жалғыз қыз, қай бұйырғанын алыңдар деп күліп қоямын. Айтып жүрген балалары да алтын асықтай оқыған, қызметтері бар. Өзіміздің қолымызда өскен жастар. Келген сайын ол жаңалықты да айтып, құлағына салып отырмын. Сонымен қыз оқуын бітіріп, иығымнан ауыр жүк түскендей күй кештім. Оқуды қызыл дипломмен бітірді. Алматыдан келетін мезгілі жақындаған сайын, бұрынғы шаршағандарым бір күнгідей болмай, қуанғаннан келгесін ағайынның басын қосып, әкесіне Құран оқытып, үлкендердің батасын алып берейін деп, сойыс малыма дейін дайындап күтіп отырмын. Қыздың келетін уақыты өтті. Хат жоқ, хабар жоқ. Бұл қызға не болды?
өлі ме тірі ме деп отырғанда почтама хат келді. Бір сұмдықты сезіп хатты жалма-жан ашып оқысам болды. Қыз байға кетіпті. Біз Саид екеуміз Ташкент. Соны-ақ оқыдым, құлағым күңгірлеп, басым айналды. Есімді жисам, қасымда ақ халатты жедел жәрдемнің қыздары отыр. Үйде оқып жатқан ағайының 2 қызы бар еді. Солар шақыртып, жаным қалған екен. Олар: апа, қатты уайымнан болған, тынығыңыз, укол салдық, қан қысымыңыз көтерілген деп жатыр. Оларға: рахмет айналайындар, менде бір қыздың күйігінен өртеніп жатырмын. Ол бет бақты ма? Осыдан тұрайын, сосын болсын жұмысым. Есімді жинап тұрып, әлгі хатты қайта оқыдым. Мама, сіздің келісім бермейтініңізді білдім. Ол өзбек жігіті. Одан әрі тағы да оқи алмай көзімне жас кете берді. Алда ғана бетпағай. Айдалада өзбекке тиген несі? Ағайын тумаға не бетімді айтамын? Қызымның шынымен басында торғайдың миындай ақылы жоқ, сорлы қыз екенін енді түсіндім. 2 көзім 4 болып жолына қарап отырғандағы сыйы осы ма? Ашуым келгеннен үйдегі қыздың біреуін қасыма ертіп, сол күні пойызға мініп, ертеңіне таңертең Ташкеннен бірақ шықтым. Шашынан сүйреп алып келейін, байсыз кетсе де деп белді будым. Қолымда әдірісі бар. Бостандық ауданның колхозының бір бөлімшесі екен. Күйік пен ашудан көзіме ештеңе көрініп келе жатқан жоқ. Ол қызды дуалаған, болмаса қорқытып алып кеткен. Таксимен бөлімшеге келдім. Бөлімшенің басшысы отыратын жерді тауып, ішіне кірсем, жас жігіт отыр екен. Ұшып тұрып сәлем беріп жатыр. Сәлемін не қылайын? Қолымда хаттың ішіндегі: Саид деген өзбек осы бөлімшеде тұра ма? Тұрса, үйі қайта көрсет, дедім. Ол бала дереу телефонға жармасып: мехмандар келді, деп біреуді шақырды. Кешікпей машинамен жігіт ағасы болған өзбек келіп, сәлемдесіп столға жайғасты. Сол бөлімшенің бастығы екен. Оғанда келген шаруамды айттым. Ол жігіт өзбекшелеп әңгімеге тартты. Сіз Қазақстаннан келдіңіз бе? Сіз Ишан бабаның құдағайы боларсыз, деп келе жатыр еді. Әй, Ишан шиханыңды шаруам жоқ. Мен қызымды іздеп келе жатырмын. Қызымды дуалап алып кеткен. Мен де прокурордың қатынымын. Ертең бәріңді де заң алдында жауап бересіңдер, деп тепсініп тұрмын. Одан әрі әңгімеден ештеңе шықпайтын білген ол, далаға шығып мініп келген көне машинесінің шопырына тапсырма беріп, бізді мінгізіп жіберді. Ол шопыр бізді мінгізіп, жолды жолсызбен ауыл аралатып, елдің шетіне шағы келді. Одан: әй, баратын үй қайда, десем: болады, деп ауылдан шығып, қара жолмен біраз жүріп, бір жарманың канал басына келіп тоқтады. Айнала мақта егіп тастаған. Шопыр түсіп, қолымен сілтеп: анау бір шақырым жердегі бауды көрдіңіз бе? Сіз іздеп келіп жатқан Ишан бабаның үйі сол. Саид сол атаның баласы. Ол жерге машин бармайды, мына жарманың басымен жаяу барасыздар, деп түсіндіріп, машинасына мініп кетіп қалды. Аспан қайнап жерге түскендей, күннің аптап ыстығы болысы мынау. Алда ғана қатынай. Мына қыздың берген азабынай, осыдан тірі болсаң көрермін. Каналды жағалап келе жатсақ, алдымыздан 10-11 жасар бала қарсы жүгіріп келе жатыр. Ол бала бізге: пақтаға су кетіп жатыр, бұл жолмен өте алмайсыздар, деп орта жолдан кері қайырып, бағанағы жерімізден каналдың екінші бетіне шығарды. Бір қатынның қырсығы 40 қашырға жүк болды деген. Қырсыққан қыздың жолы қайдан болсын? Бала алдымызға түсіп алып жүгіре басып келеді. Үйінің тұсына жеткенімізде каналға 2 бөреннен көпір салып қойыпты. Өлетін жерге енді келдік. Мына қыз бізді каналдың суына ағызып құртайын деген шығар. Қасында қызға өт десем, зар елеп ол өтпейді. Бала әрі-бері өтіп, өтің деп жүр. Зорға өтіп үйіне қарай бұрылдық. Теректің ортасында жалғыз үй. Үйдің үсті шипырланбаған. Тамды соқтан құйған, қорасы бар. Оның ішінде 3 баспақ тұр.
Үйдің айналасы көлкіген арық аты су. Есікке жақындағанда іштен қызым шықты. Үстінде өзбек көйлек, басында маңдайынан тартып желкесінен түйіп байлаған орамал, бұтында дамбалы. Ойбу, сорлай, таза сорлаған екенсің. Мына қызы таза дуалаған. Қызым мені көріп жақын келіп, мама дегені сол, көктікті қойсай. Басындағы орамалын жұлып алып, жағынан салып жібердім. Қызым кейін шегініп тұрып қалды. Одан әрі бар ашуым ақтарылып айтпаған сөзім қалмады. Неден кемдік көрдің? 6 жыл Алматыға арқаланып оқытқандағы сыйың осы ма? Қазақтан бай табылмады ма? Жинал, менімен кетесің дегенде қызым, мені алып кетемін деп әуре болмаңыз. Біз Саид екеуміз осылай шештік. Саид осы үйдің үлкені. Ол осы колхоздың жолдамасымен сқидың агрофагын бітірді. Қазір бұл үйдің барлық адамы мақтада, жұмыста. Кешке келеді. Енді ашуыңызды басып, жолдан келдіңіз, жуынып шайынып үйге кіріп демалыңыз, демесі бар ма? Белге соққан жыландай дәрменім кетіп, көлденең жатқан ағаштың кеспегіне отыра кеттім. Ойы қатынай, барлығын өзі өлшеп пішіп қойған екен ғой. Қап, бұныңды білгенде Қызылордаға ғана оқытып, сол жерге байға беретін едім ғой. Сенен прокурор сот шығады деп жүрген мен ақмақ. Мақтаның ортасындағы жалғыз үйде жалғыз өзім бөлініп жатырмын. Қой дейтін қызымнан басқа пенде болса. Бағанағы біздің әкелген 10 жасар бала есіктен ауық-ауық сығалап қарап қояды. Топыраққа от қояйын ба? Орнымнан тұрып қыздың ізіне еріп үйге кірдім. 4 бөлмелі үйдің кіреберісі оң жақ бөлмесінде тапшанға қойылған ас ішетін жайына орналастық. Қыз сол үймен біте қайнасқандай, қарама-қарсы ас бөлмесіне қолын қолына жұқпай өз жұмысына кірісті. Ой Аллай, үйде еңкейіп жұмыс істемеген мына қыздың тірлігінің түрін қара. Оғанда қарап отыруға шыдамай, «Ей қыз, бұл үйде сенен басқа тірі жан бар ма?» деп ем. Ол, «Бар, атам мен 6 қайным бар», демесі бар ма? О, қасқа маңдай, не дейді? Я, солай, атам сыртта баудың ішінде жүр. Ол атаң саңырау ма? Осыншама айқай шуды естімейтін. Жоқ, ешегі судан өткесін не қыласың? Ол қыл деп жүрме? Қызым, оны барып сөйлесіңіз, деп өзім зорға отырғанда отқа май құйып жіберді. Барсам барамын, деп қайта тұрдым. Қызым маған бұрылып, ол кісі сыйлы адам, сәл екпініңізді басып сөйлеңіз, демесі бар ма? Ей, мен сен құсап сол өзбекке тиін деп келдім дейсің бе? Қане көрейін, қызымды алып қашып 15 күн үнсіз жатқан өзбекті, деп далаға шықтым. Қораның сыртында әу дейтін жерде дарақ ағаштың түбінде бір кісі отыр. Солай жүрдім. Ол кісі қырынан қарап отыр. Жақындағанда көрдім. Басында өзбек тақиясы бар. Сыртынан ақ орамал ораған ақсақалды кісі екен. Үстінде ақ көйлегі, ескі көк шапаны бар. Тасфих тартып отырғанын байқадым. Ол кісі мені көріп, орнынан тұрып, екі қолын көкірегіне қойып, «Ассалаумағалейкум» деп сәлем берді. «Саламатсыз» деп сүйе салдым. Өзінің астындағы тозығы жеткен төсенішті қағып сілкіп, менің астыма төсеп, отыруымды өтінді. Басқа отыратын жер жоқ. Аяғымды созып жіберіп отырдым. Өзі жерге отырды. Таза өзбек. Отырған бойда әңгімені қоя бердім. Ал, қане, кешірімге неге адам жібермедің? Сұрауы жоқ дедің ба? Пәленбай жыл оқыттым, жағдайыңа қарамайсың ба? Біздің елде кешірімге, құдалыққа, ананың сүт ақысы тағы басқа қанша ақша кететін білесің бе? Онда былай, деп түгел тізім бердім. Ал ала ғой қызды. Әр айтып, бер айтып, басылдым-ау әйтеуір. Қорасында 3 баспағы бар, сорлы не істер екен деп тоқтадым. Ол кісі екі қолын қусырып жүресінен үнсіз тыңдап отыр. Сәлден соң, құдағай,
Адам мен адамды әуелден Алла қосады. Сіз бен біздің еркімізден тыс, ата-ана мақтанатын шегіп, ұл мен қызды өсіреміз. Ырзық несібесін, бақ дәрежесін Алла пешенесіне жазады. Қай жерден ырзық несібе бұйырса, пенде соны теріп жейді. Сіздің айтқан сөзіңіздің бәрі мақұл. Келіннің анасысыз. Ананың орны екі дүнияда ұлық. Бұл балалардың анасы алдыңыздан шыққан 10 жасар баланың үстінде қайтыс болды. 10 жылдан бері жесір шалмын. Жасым 76-да. Баламның үлкені Сайтқа. Балам, сен оқы. Соңында 6 інің бар. Оларды жеткізу екеумізге оңай болмайды. Біз пақташылық қылайық деп, күні-түні мехнатшылық жасап жүріп, бір баланы оқыттық. Алланың жазуы, балам қол ұстасып, келіні де ерте келді. Сіз айтқан пұл бізден қазір табылмайды. Иншалла қарызда болмаспыз. Біз диқаншылықпен айналсамыз. Пақтаның айлығын соңыра қысқа жақын береді. Одан қолымызға не тиеді, оны тағы Алла біледі. Қорадағы 3 тананың 2-ін балаларымның айлығының есебінен, біреуін Сайтқа үй болғанына көмекке колхоз беріп отыр. Күзге дейін осыны пақтаның паясына семіртіп пұл қылсақ дейміз. Той беру, Алла қаласа пақтаны жинап алғаннан соң болады деп тоқтады. Ой, бұл Құдай-ай, жесір қатын, жетім шал құда болсақ жетіскен екеміз. Қоралы жетімге келген мына қыздың маңдайының соры 5 елі екен. Енді ашудың орнына бойымда дәрменсіздік билеп көзімнен жас кете берді. Ақылыма сыймайды бір кездері ол кісі. Құдағай, көп қапа болмаңыз. Біздің де Алладан үмітіміз бар. Жастар бақытты болсын деп тілейік. Сіздің аналық ақыңызға мына дарақты сыйлап отырмын деп түбінде отырған талды көрсетпейме. Шошып кеттім. Сөзінің аяғын күтпей. Не дейді? Оны не істеймін? Отын қыламын ба? Орнымнан атып тұр келдім. Елде адам естімеген бәлені мен естідім-ау. Үйге қарай тұра жөнелдім. Ағашың өзіңе табыт болсын. Ағаш сыйлаймын деген несей? Ата-бабам талдың басынан тамақ жеп көрген жоқ. Қызынан ағаш мініп келіпті деймей жұрт. Ағаш атқан мінгізді деген осы шығар. Ашуым қайта қаптады. Келе қызды қайтадан түтіп жедім. Оңбаған. Ертең ақ өзің қайтып келерсің. Ол жерде не ішіп, не киемін деп жүрсең. Не мақсатың бар? Деп бар ашуымды алып жатырмын, қызым. Мама, не болды соншама даурығып? Жалғыз қыз күйеуге тиген тексіз бе? Ұят емес пе? Болды енді, үйге кіріп, шай ішіп демалыңыз деп жатыр. Амалым жоқ, беті қолымды жуып үйге қайта кірдім. Дастархан басына отырып, 1-2 кесе шай іштім. Шөлдегенімді сонда білдім. Маңдайым жіпсіп, дедім-ау. Содан соң айналама қайта қарадым. Ақыл келгендей болды. Қой, қыз тиетін байына тиді. Аман екен көзім көрді. Қалғанын бақталайтыннан көріп алсын деп есімді жинай бастадым. Қызымда қабағымды аңдып отыр екен. Мама, мені кешіріңіз. Сіздің қиналатыныңызды білдім. Сайт екеуміз 1-ші курстан бастап танысып достастық. Отбасының жағдайымен де бұрыннан хабардармын. Бізді бұл жерде жас мамандар деп жақсы қабылдап жатыр. Мен де ауылдық кеңестің маманы болып орталыққа жұмысқа орналастым. Сіздің келе жатқаныңызды үйге телефон шалып білдім. Бәрі жақсы болады деп жұбатып қояды. Сонымен кешке қараңғы түскенде күйеу бала Сайт та келді. Сырттан жуынып шайынып, ассаламағалейкум деп 2 қолын кеудесіне қойып ішке кірді. Үстінде жаңа тігілген ала шапан, басында ала тақиясы. Белін орамалмен байлаған. Ұзын бойлы, шыпта кірпік, қара торы жігіт алдыма келіп, жүресінен отырып, таза қазақша сөйледі. Құрметті Бибінұр ана, біздің қателігімізді кешіріңіз. Иә десеңіз, анамыздың орнына бізге ана болыңыз.
деп еңсесін көтеріп көзіме тіке қарағанда, жанарындағы көлкіген жасты көріп, өксіктен жүрегім аузыма тығылды. Сонау заманда ауылдағы әке-шешеден қыстауда отырғанда иіс-тиіп бірдей айырылып, ауданда мектеп-интернатта жатқан інімізбен екеуміз қол ұстасып, жылап жүріп жетілген күндерім есіме түсіп, көзімнен жас саулай берді. Өзім 12-де, інім 10-да. Әркімнің қабағынан ата-ананың жылуын іздеп, жалтақтап, сағыныштан айналайын деген дыбысын жүрегіме тұмар қылып, талмаусыратып жүріп, Құдай бізді де жеткерді ғой. Жетімдік пен жесірлік, жоқшылықтан басшылыққа жеткізген Құдайға шүкірлік қылып, тәубеме түстім. Сәйіттің жанарындағы жас жүрегімнің түкпірінде жатқан шерімді қозғап, санамның саңылауын ашып жіберді. Сәйітті құшағыма алып, маңдайынан сүйдім. Қас-қағым сәтте өткен өмір көз алдынан көлбең өтті. Баланың анаға деген сарқылмайтын сағынышын өзімен кететін өкініш екен. Сәйіт екеумізден артық кім біледі? Ананың мейіріміне қанбай өскен перзенттің өксігі өмір бойы тарқамай өтеді. Одан артық қасірет бар ма? Аңсайсың, іздейсің, көнесің. Жетім қозы тас бауыр, маңырарда отығар деп өлмесең жетілесің. Бұл екеуі білімді азаматтар емес пе? Бірін-бірі ұнатып ел болуға бекінсе шүкірлік етейін деп сабама түсіп, Алланың бұйыртқаны болар деген ой түйдім. Қызымды да маңдайынан сүйіп, бауырыма басып, көкірек сарайым кеңейіп жеңілдеп қалдым. Байқағаным, қызым тез жетіліп азамат болуға бой ұрғандай көрінді. Әкесінің салмақты, тәуекелшіл мінезі болатын еді. Табиғатынан соны байқадым. Қызым су әкеліп, беті қолымды жуып, құдағайлық қалпыма түсіп, онымен қоймай қызым. Енді құда балдарыңызбен танысыңыз демесі бар ма? Ассалаумағалейкум деп бірінен соң бірі 6 бала кіріп, қол алысып, амандасып, қарама қарсы жүрелеп отырды. Барлығы да жібек шапан, ала тақиясын киіп, белін буып алған. Алды жігіт болған. Тойда жүргендей салтанатты Сәйіт таныстыра бастады. Сізді әулетімізбен таныстырайын. Сіздің құдаңыз, әкеміздің аты жөні Сәйіт Ахмат. Халық Ишан баба атап кеткен. Сіздердегі Сәйіт қожалар әулетіміз менің өзімнің толық аты жөнім. Сәйіт Камал. Інілерім Сәйіт Қалам, Сәйіт Баттал, Сәйіт Әкбар, Сәйіт Ғафур, Сәйіт Жүсіп, Сәйіт Иса, кіші ініміз деп таныстырып жатыр. Аты аталғанда әрқайсысы кеудесіне қолын қойып, алдыға еңкейіп ізет жасап отыр. Мектептің шәкірттері секілді. Бір Сәйітті іздеп келіп 8 машайықтың үстінен түскендей күй кешіп отырмын. Олардың үстіне тура солай киінген құда кіріп төрге отырды. Балалары түгел орындарынан тұрып, ол кісі отырғаннан кейін қайта отырды. Сәйіт пен Динара бәрінен төмен жайғасты. Динараның көйлегі мен орамалының өзіне сонша жарасымды екен сонда байқадым. Барлығының басы қосылғанда үйдің төріне нұр құйылғандай жайнап кетті. Құдағи, біз 10 жыл көлемінде салтанатты киім киген жоқпыз. Мына шапандарды Динара Тәшкеннен ала келіп кигізіп отыр. Ертең тойға киесіздер деп дегені сол, көзімнен тағы да жас кете берді. Қызыма қарап жүрегім уылжып кетті. Қызым да әкесін қатты сағынған екен-ау деп, өзімді өзім зорға тежедім. Құда одан әрі, бұл перзенттерімде менің аталық ақым болса, әуелі сізді қапа қылмауын сұраймын. Сіздің Динараға берген аналық ақ сүтіңізді өтеуіне өзіммен бірге Алланың берген бұл 7 перзентімде қарыздар. Себебі анасының ошағына 10 жылдан соң жылылық алып келген Динара келінге Алланың нұры жаусын деп қолын көтеріп дұға оқып бата берді. Елден бұрын атып тұрып қолымды жайдым. Жүрегімді толғаныс пен қуаныш бірдей билеп, әумин деп бетімді сипадым. Ой пірмай, Алланың тағдырлас жандарға жолықтырып тәубеме түсірді.
деп басымды шайқадым. Қой, басыңды ауыртып қайтейін. Ертеңіне Саид пен Динара Ташкеннен пойызға мінгізіп салды. Сонымен қызды өзбекке беріп өте шықтым. Құдағай да, құда да өзім кешірім де өзім беріп ауылға келдім. Сұрағандарға қыз Ташкенге өзбекке тиіп кетті дедім де қойдым. Ағайын аң-таң. Жаз ортасына таман қызым телефон шалып, амандық саулықтан соң, мама, сіздің үйдің алдында Ташкеннің автобусы барып тұр. Құдаңыздың сізге салып жіберген сәлемдемесі бар. Соны қабылдап алыңыз демесі бар ма? Жалма-жан, әй қыз, ол не? Деп терезеге қарасам, әйдік қызыл автобус қақпаның алдында көлденеңнен тұр екен. Телефон ажырап кетті. Далаға шықсам, жүргізуші дарбазаның алдына 20 шақты қорапты түсіріп қойыпты. Қазақ екен. Мені көріп, сәлем бердік апа. Сіз Ишан бабаның құдағайсыз ба деп жатыр. Я, сол кісімін. Онда сарайыңызды ашыңыз. Мына заттарды кіргізіп берейін. Маған құдаңыздың тапсырмасы солай, деп іске кірісті. Сарайды ашып бердім. Сөзшең жігіт екен. Құдаңыз мықты адам екен, апа. 1 сағаттай әңгімелестім. Сіздің сүт ақыңызға арнап тағы 5 тал жеміс ағашын белгілепті. Мына жемістер сізге атаған ағашының өнімі. Енді 10 күннен кейін басқа жемістер піседі екен. Бұл шабдалы деген жеміс. Ол кісі ата-бабасынан бері қарай осы жеміс ағашын өсіремін деді. Бұл тұқым сол аймақта тек осы кісіде ғана бар екен. Айтқанына қызығып кетіп, құдаңызға біреуінің дәмін татып көрейін деп едім. Балам, аманатқа қиянат жүрмейді. Келесі жолы өзіңе бір қорабын дайындап қоямын, деді. Апа, ол кісінің жемістерін өзін тасып тұрмын, деп ағынан жарылып әңгімесін айтып жүр. Өзі жаңа қорғанның жігіті екен. Үйге кіріп нан ауыз тиіп кете барды. Өң мен түсте, қызым кеткелі келген бірінші сәлемдеме. Шапан емес, шыт емес, ақша емес, осыншама нәрсені не істеймін? Ағайынға таратса, қызын өрікке сатқан ба деп тағы күлкі боламыз ау. Қой, не де болса көрейін деп, қағаз қораптың біреуін ашсам, шабдалы қызыл сары түсі алаулап тұр. Әрбір түйірін жұмсақ ақ қағазға орап, ұядағы балапандай бөліп қойыпты. Не деген ұсынақтылық деп көргенде таң қалдым. 4-5-еуін алып үйге кіргенім сол, телефон қайта шырылдады. Алсам қызым. Мама, заттарыңызды қабылдап алдыңыз ба? Иә, алдым. Оның бәрін не істеймін? Қазір сізге базардан менің құрбым барады. Соған 3 қорабын ақшасын беріңіз. Бірге барып қанша сатқанын көріңіз, сонда сізге түсінікті болады. Әй қыз, сен мені саудагер қылайын дедің бе? Әкең өмір бойы саудагермен алысып өттім емес пе? Елдің бетіне қалай қараймыз? Әлде сен өзбекке тиді деп мен өзбек болайын ба? Деп бұрқытып жатырмын. Телефон тағы үнсіз. Ой Аллай, тура әкесінің кәсібі. Ол да артық кете бара жатсам, телефонды қоя салатын. Ойым он сақта. Қой, маған бұйырған осы шығар деп, жуып шайып әкеліп біреуін ауыз тидім. Тойып жейтін ас емес, тастап кетер тас емес деп отырғанда, үйге сәлем беріп бір келіншек келді. Қыздың айтқан құрбысы екен. Күйеуім жол апатынан қайтыс болып, жылын берген соң бала қамына шықтым. Базарға шыққаныма 1 ай болды. 3 балам бар дейді. Апа, мынау 3 қораптың ақшасы деп қолыма көлемді ақша ұстатты. Базардан не түседі, оны да тең бөлемін. Менімен бірге жүріңіз деп машинасымен алды да кетті. Әне, сол отырғаннан осы жерде 15 жыл болды отырғаныма. Мына қыз сол қыздың үлкені деп орыннан қойған қыз баланы көрсетті. Қазір 14-те. Қыз алып қашқан қалай болады екен деп өзімнің атыма 1 қыз, 1 ұлын аудартып алдым. Екеуі де осында қазақ мектебінде оқиды. Күйеу бала сол ауданның ауыл шаруашылығының бастығы. Қыз сол ауылдың ауылдық кеңесінің төрайымы.
Сәйт Ишан құдамның өмірден өткеніне 2 жыл болды. Өзі барда 2 баланы атым аудартып, ескі үйімді құда балдарыма қайта салғызып. Құдағай, қалған Алла жеткереді. Мен Алланың құзырына бетімді түзедім. Осы баланың барлығы сіздің балаңыз деп аманаттап кетті. Міне, келіншек, Шабдалының әңгімесі демесі бар ма? Қыздың қалың малы қайтты ма десем, қалың мал бер жағында қалды. Жылына 4-5 айда 2 миллиондай ақша тек жеміс жидектен түсіп отыр, деп еңкейіп құлағыма сыбырлап қояды. Ердің назын жер көтереді деген диқаншылықтың астарында даналық пен адал еңбек тұрады екен. Соған көзім жетті, деді әлгі әйел. Алмасжанның анасы болсаңыз, ол халықтың баласы деп беріп жіберген сол апаңның сәлемдемесі деп, апам да әңгімесін аяқтады. Шабдалдан қауындай тіліктеп алып ауыз тидік. Шынында да дәмі тілді үйреді екен. Әңгіме ұнаса, арнама тіркеліп қолдау көрсете отырыңыздар.